Бүгін бізде обзорда Honor 200 Pro, бүкіл Honor 200-дердің атасы. Бұл смартфонның негізгі ерекшелігі ол әрине камера. Бұл Honor'дың париждік студиямен коллаборациясы болып саналады. Бұл коллаборацияның негізгі жемісі мына 3 режим болып табылады. Яғни сіз көрінді ме жаңа? Мына 3 режим болып табылады. Яғни бұл режимдерде сіз студиялық сападағы сурет түсіруге мүмкіндік ала аласыз. Яғни бұл жерде Vibrant, Color және Classic атты 3 режим сізге жақсы нәтиже беруге тырысатын болады. Негізгі камера мында 50 мегапиксель, жалпы айтарлық қарапайым қолданушы үшін өте жақсы сапада түсіреді. Және де түнде бұл камерада түнгі режим бар. Яғни түнгі суреттеріңіз айтарлық жақсы дәрежеде болады. Тағы да қосатын болсақ, бұл смартфонның камерасында жасанды интеллект орналасқан. Яғни ол сіздің суреттеріңізді түсірер алдында сізге керек жарықтық пен контрастты өзі орнатып береді. Honor 200 Pro тағы немен мақтанылады? Ол әрине дисплей. Дисплей мына жерде шын мәнінде өте жарық, өте нақты, және де бұл жерде Natural Tone 2.0 атты, яғни функция бар. Ол функция сіздің көзіңізге керек жарықтықты өзі орналастырады, яғни айналаңызға байланысты тым басқаша түсті айналада жүрсеңіз, көзіңізге ыңғайлы түсті өзі орнатады. Әрине мықты дисплейге мықты батарейка керек, ал бұл жерде 5200 мАh батарея тұр. Яғни салыстырмалы түрде айтсақ, нарықтағы көптеген смартфондар шамамен 3000-4000 мАh болады, ал бұл жерде нақты 5200 мАh. Яғни сіз бұл жерде әлеуметтік желілерге кірсеңіз де, ойын ойнасаңыз да, не істесеңіз де, жалпы бұл смартфон сізге бір күнге жететіні анық. Оған қоса суперчарж зарядтау, яғни қуаттандыру құрылғысы сіздің смартфоныңызды тез арада қуаттандырып береді. Қорытындылайтын болсақ, бұл смартфонда әрине барып, ұстап көріп, шығып көргеніңіз дұрыс. Қайткенмен бұл смартфонды енді қанша жерде мен сіздерге бұл жерде мақтасам да, шындықты айтсам да, әрине қолмен ұстап көріңіз керек. Нәтижесінде шешімді өзіңіз қабылдайсыңдар, ал сіздермен бірге болған Мырза келесі видеоларда көріскенше.